Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгінгі тақырыбымыз Құран оқудың артықшылығы болмақ. Құран-ы Кәримде Алла Тағала былай дейді: Астағфируллах. Инна хазал Құр'ана яхди ллати хия aqwam ва юбашширул муъминина аллазина я'малуна ас-салихат ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Шын мәнінде шүбәсіз бұл Құр'ан ең дұрыс, ең сенімді жолға бастайды. Үнемі игі істер істейтін мөминдерге зор сыйлық бар екендігін айтып сүйіншілейді. Хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Хайрукум ман таалламал Құр'ан ва алламаху. Сендердің ең жақсыларыңыз Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткендеріңіз деген. Тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Үйлеріңізде Құран кәрімді көп оқыңыздар. Себебі Құран оқылмаған үйде жақсылық, береке аз болады деген. Ондай үй қиыншылықтан көз ашпайды деп қорытындылаған. Демек, Құран оқылған үйде Алла Тағаланың шексіз мейіріммен рахмы жауады. Хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Құран қарайған жүректерге нұр береді. Құран оқу көңілдің шипасы деген хадисте бар. Қорытындылап айтқанда, Құран оқып қана қоймай, оған амал жасау баршамызға міндет. Алла Тағала баршамызға Құран оқып, оны үйреніп, оны басқаларға үйрету және де оған амал етуді баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.